бар, мұңаю бар, бірақ дегенмен де нәтижесі махаббат жеңіп тұр. Және де дәл қазір бізде жаңа отбасы Фархат Мадина. Құттықтаймыз, шын жүректен бақыт тілейміз және құттықтай отырып, білесіздер ғой, той болған сайын қосылайық бағдарламасы сіздерді құр қол жібермейді. Қашанда осы жерден шығып жатқан отбасылардың қалыптасып кетуіне, аяққа тұрып кетулеріне үлкен мүмкіндік жасайды жоба. Сондықтан да біз алғашқы сыйлықтарымыздың бірін шақырайық. Алып шықса Жандос. Келіңіз ортаға қарай. Ортаға қарай мында қойсақ, енді Мадинаның өзіне таныстырып қояйық, жақсыны көрмекке дейді ғой. Сондықтан біздің сіздерге сыйлап жатқан ыдыстарымызды, Мадина, жыламаңыз. Енді бұл жерде әдемі ыдыстар, біз енді 2 жасқа осы бір керемет әдемі ыдыстардың жиынтығын тарту еткен Ою ыдыс компаниясына үлкен алғыс айтамыз. Біздің әп-әдемі жұптарымыз отыр, отбасылық жұптарымыз. Енді бұл күніге көреміз. Біздің инженер, видео инженер. Сіз қалайсыз, Фортуна? Өте жақсымын. Барлықтан көргеніме өте қатты қуаныштымын. Енді еріп қалған жерім жоқ, сағыныспен келдік. Тойға шақырған екен. Шақырылған жерден қалма дегесін. Енді мен ата-енем өте жақсы кісілер, сондықтан маған келіндік өмірде ешқандай қиындықтар жоқ. Барлығы жақсы кісілер, өте қатал емес, жақсы кісілер. Енді алтын маған сыйлаған болатын. Алтын сыйлады? Иә, алтын. Не сыйлады? Алқа. Әркесіз не істедіңіз? Бүкіл қызыл түстің бәрін өзіңізге жинап алдыңыз ба? Қалайсыз жалпы? Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Қасыңызға Аделяны алып алыпсыздар. Бір сандық қалысты қасына жүретін гүллар болды. Енді бүгінгі күннің ең үздік бір образы дейікші. Шүкір Алла. Ақтөре мырзамыз. Ойбой, не деген очки. Сізді қосылайық емес, өзіңіз үйленбей жүрген жоқсыз ба? Соны білмеймін. Ошым жақсы қыз керек қой. Сіз Қайрат Нұртастың бір ой. Қыз версиясы болып тұрсыз. Қалыңыз қалай? Тойға келіп қалғаныңыз бар, өте керемет, сіздерді көріп өте одан да керемет болды. Өздеріңіз қалайсыздар, бар жақсы ма? Жақсы отырсыздар. Қалайсыз? Бұрыннан еске алып. Қалыңыз қалай? Жақсы. Образыңыз күшті болып тұр. Әдеттегідей қызыл түсін тастамайды бізде еңілік. Бүгін бәрі бірақ қызыл кекеген білгенде мен жасыл келетін едім. Болмай қалды, сәлсіз болды. Жалпы жеке өміріңізде бір өзгерістер бар ма? Д-дан басталатын жігіттер бітіп жатыр ма, әлі жалғасып жатыр ма? Біреуі бар десеге. Бірақ басқады. Басқасы қазір. Д-дан шықпайды бізде еңілік. Елдің бәрі ойлайды екен, сол бір адам деп, бір адам емес ол. Мен уже өзгердім десеңші. Біз бастадық, 25-ші бір атаулы тойымыз. Мұнда Фархаттың жағы келіп тұр, ағалары, достары, қарындасы отыр. Енді бір тілек болса жастарға. Бүгін той құтты болсын, 25-ші той екен, қосылайық тойға. Қуаныштымыз Фархат үшін. Жандос, рекламада ана тортты қоямыз дедік қой, помнишь? Ақбота, қалайсыз? Не деген образ мынау? Өзіңіз дайындалдыңыз ба? Жоқ, стилистімен. Бәсе сондай бір нәрсеңіз бар еді ғой? Әрине, стилистпен жүрмесем мен ақбота. Ешкім просто емес. Аймандате болып отыр ауылда. Магазинде тұратын. Сен сол Аймандатадан бәрі Құрметті көрермен, осы боталардың столында дым қалмаса, оның бәрін жеген бота. Зато мен полезный нәрсе жеп жатырмын бұл жерде. Фрукт, қандай керемет дастархан, мұндай дастархан мен еш жерде көрген жоқпын. Иә? Прям көзім тойып отыр. Ал осындай әп-әдемі қыздарымыз келіп қалды. Сізді бір күн көріп жоқ болып кетіпсіз. Сұраңға демейсіз. Осы қонақ болып Аруна келіп қалды. Күшті әдемі болып тұрсыз. Бір билейтініңіз бар сияқты. Жоқ, осы бермей қойшы, пожалуйста. Ашын келіп қайтайыншы. Қалайсыздар? Сіздер негізі қатты ұқсайсыздар деген көп комментарий келеді мен. Қазір бұл екен десе. Қазір ұқсап тұрмыз ба, жаза кетіңіздер. Қазір сіз сәл өзгергенсіз, сол үшін ұқсамайсыздар. Hello everybody. Тумадым. Түндегіден кейін біраз адамды қорқытып сөйтіп алып ұйықтап қалғанмын қалай кетті. Ойбай, мына жақта ана болып жатыр, оқырсын. Дайындалып жатырмын ой деймін, морально уже. Анализдерім қалып қойып еді соңғы. Соларды тапсырып шығып жатыр едім.
құдай өзімнің мына неше күннен бері жеген свекла салатымның бәрін тапсырып келе жатырмын. Соңғы заттар қалып еді ғой, последний неде тапсыратын анализдер. Соны ырбиып мен қасқа әні міне деп, сол платныйға келіп құрсыншы деп. Ұйқыдан тұрсам... Бош. Еңбек түбі бәрін жеңбек дейді.